Сәлем достар, сіздермен миссис Мадина. Ағылшын тілін 0-ден бастап үйрену сабақтары желісінің 9-шы сабағына қош келдіңіздер. Ең алдымен үй жұмысын тексеріп шығайық. Үй жұмысына осы текстті қатесіз оқып берілген болатын. Менімен бірге өздеріңізді бір тексеріп шығыңыздар. I eat breakfast. I eat cheese. I eat bread. It's tasty. It's деген сөздер мынандай төбеде үтір тұр. Бұл ағылшын тілінде апостроф деп аталады. Бұны оқу үшін жай ғана келесі әріптің дыбысын шығарасыздар. It's heavy. A green leaf. Бүгін біз сіздермен Y өте қызық әріптің оқылу ретімен танысатын боламыз. Y әрпі қазақ тіліндегі U әрпіне ұқсайды. Бұл кейде дауысты болады, кейде дауыссыз болады. Егер дауысты дыбыстың алдында Y әрпі тұрса, онда ол Y деп оқылады. Мысалы, yes, yet, yard, Бұл жақта бірінші әріп біздің Y әріпіміз, екінші әріптердің барлығы дауысты дыбыс. Яғни дауысты дыбыстың алдында Y әріпі тұрса, онда ол Y деп оқылады. Y әріпі дауысты дыбыстың алдында тұрса, Y деп оқылады. Дәл осы ережеге сәйкес, осы сөздердің барлығын оқып шығайық. Мен оқимын, менен кейін сіз қайталаңыз. Yes, yell, yard, yet, you, yarn. Ал Y әріпі дауыссыз дыбыстың алдында тұрса, онда ол екі түрлі оқылады. Егер екпінмен болса, I. Мысалы, cry, fly, try, my, dry. Ал егер екпінсіз болса, яғни ударение сол әріпке түспесе, онда ол I деп оқылады. Мысалы, heavy, energy, easy, duty, marry. Ал енді дәл осыны менен кейін қайталап отырыңыз. Екпінмен I деп оқылады дедік. Менен кейін қайталап отырыңыз. Cry, fly, try, my, dry. Екпінсіз I. Менен кейін қайталаңыз. Heavy, energy, easy, duty, marry. Ал енді жаттығайық. Берілген сөздерді 3 бағанға бөліп жазып шығыңыз. Бірінші бағанға Y деп оқылса, екінші бағанға I деп оқылса, ал үшінші бағанға I деп оқылса. Видеоны паузаға қойып, міндетті түрде тапсырманы орындаңыз. Ал мен жауабын шығарамын. Сонымен қатар Y әріпі бізде A деп те оқылады. Мысалы, play, stay, away, way, they, may. Осы оқылу ретке байланысты бір ерекшелік бар. Өте көп қолданылатын кілт, ки сөзі ережеге бағынбайды. Негізі ережеге бағынса, бұл сөз кей
деп оқылу керек. Бірақ ережеге бағынбағандықтан кілт сөзін біз key деп айтамыз. Жарайды ма? To marry үйлену немесе тұрмысқа шығу. Жақында бізде жаңа жыл келе жатыр. Жаңа жылыңмен деп ағылшын тілінде құттықтағыларыңыз келсе, Happy New Year. New сөзінің транскрипциясына назар аударыңыздар. Бұл сөз дәл осылай оқылады. New. Жаңа жылыңмен Happy New Year. To cry. Сораңды ағызып жылау. Деп ойнап айтам. To cry жай ғана жылау. Yard. Сад немесе бақша. To play. Ойнау. To dry. Кептіру. To fly. Ұшу. Fly. Шыбын. Және ең соңғы дыбысталу бүгін ой. Мысалы, boy. Бала. Яғни ұл бала. Toy. Ойыншық. Enjoy. Ләззат алу. Орысша наслаждаться. Үшінші сөз loyal. Адал. Егер сөздің соңында er, re, or жұрнағы немесе жалғауы болатын болса, онда біз оны жай ғана деп оқимыз. Мысалы, to refer, leather, letter, pepper, center, mentor. Ал бағанағы өткен дыбысталуды біз кестемізге толықтырып қояйық. Ең бірінші, ең астында тұрған a. Мысалы, pray. Және ең астында тұрған екінші you деп оқылу, біз оны жаңа жылдарыңызбен, Happy New Year дегенде өттік. New. Осы дыбысталуға сәйкес кішкене жаттығайық. Мен оқимын, менен кейін сіз қайталаңыз. Pray. New. Few. Hue. Ал енді екінші бағандағы сөздерді сіз оқыңыз, сізден кейін мен қайталаймын. Pewter. Vain. Pew. Rain. Dew. Ал енді сіздерге тапсырма. Осы екі сөздің транскрипциясын жазып шығыңыз. Сонымен қатар и әрпінің толық таблицасын біз бүгін сіздермен аяқтаймыз. Астында пайда болған барлық таблицадағы сөздер бұл ерекше оқылатын сөздердің бірі. Міндетті түрде осы таблицаны дәптерлеріңізге көшіріп, немесе распечаткадан шығарып алып, қарап жүрсеңіздер болады. Бұл бізде бірінші кесте, ал мынау бізде екінші кесте. Міндетті түрде осы екі кестені қайталап, қарап, оқып жүріңіздер. Себебі ағылшын тілінде оқып үйрену үшін бұл екі ереже өте маңызды. Сіздерге берілетін үй тапсырмам осы сөздерді және толық осы тексті жақсылап, қатесіз оқып шығыңыз. Сіздерге менімен бірге ағылшын тілін үйренген ұнайды деп ойлаймын. Түсінбеген тұстарыңыз болса, міндетті түрде комментарийде сұрасаңыздар болады. Мен міндетті түрде барлықтарыңызға жауап беремін. Ал сіздермен болған миссис Мадина. Видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Goodbye!